Hello, my dear students. Today is our lesson about school things. Яғни, мектептің құрал жабдықтары туралы болмақ бүгінгі сабағымыз. Я, қалайсың, жақсысың ба? Көңіл күйің тамаша ма? Ендеше сабағымызды бастауға дайынсың ба? Are you ready? Yes! Let's get started. Ендеше онда сабағымызды бастайық. Okay. Do you understand the first task? Let's start and read. Trace and say. Не дейді? Кешіріңіздер. Оны не істе дейді? Оны бастырып шық дейді. Барлық заттардың суретін бастырып, оны боя деп тұр. Мен саған бояп алуға уақыт берейін. Сосын екеуміз тапсырманы ары қарай жалғастырамыз. Ендеше бір тездетіп бояй қой. 1 минут берейін саған. I'll give you only 1 minute. Окей. Боядың ба? Бояған болсаң ары қарай жалғастырайық. Then point and say. Point дегеніміз ағылшынша үйреніп ал балақай. Point көрсет дейді. Прям осылай көрсетуің керек. Then point and say. Және айт. Көрсетіп тұрып айтуың керек. Мысалға, мынау ноутбук деген сияқты, мынау кітап, мынау қалам деп кітабыңнан көрсетеміз. Жарай ма? Ол үшін, оны айту үшін ағылшынша бірінші үйреніп алайық. Қазір мен саған бір видео қоямын. Сол видеода осы біздің мектеп құралдарымыздың видеосы. Мектеп құралдарымыздың ағылшынша атауын атайды. Соны бір қарап ал, сосын екеуміз қайталаймыз, жаттаймыз, and then сосын бірге көрсетеміз. Point and say. Let's start and let's watch. Look and listen. School bag. Book. Pen. Pencil. Rubber. Okay, my dears, did you see our animation film? Бүгін біздің анимациялық фильмімізді көрдің ба? Ол жерде не істеді? Әртүрлі біздің құрал жабдықтарымыз, сөмкеміз ағылшынша айтылды. Сен жаттап үлгердің бе? Үлгермесең, менімен бірге тағы да бір қайтала. Мүмкін түсінбей қалған шығарсың кейбір жерлерін. Ал кеттік. Бірінші бізде кітапта сөмке көрсетіліп тұр. Сөмке ағылшынша bag. Bag. Repeat after me. Артынан қайтала. Bag. B-A-G. Bag. Good. The next. Book. Кітап ағылшынша book. Book. Қарашы, book деген сөзді. Бірінші әріп бізде B және 2 O әрпі тұр, одан кейін K әрпі тұр. 2 O әрпі қосылса, ол book деп оқылмайды, ұзақ U дыбысын береді. Сондықтан да ол book деп оқылуы содан. Есіңе сақтап ал. Book. The next. Pen. Біз барлығымыз жазатын қаламымыз ағылшынша. Pen. P-E-N. Pen. Қайтала артынан. Repeat after me. Pen. Pen. The next one. Енді жаңағы pen деген сөзге сыл деген сөзді қосып жіберсең, pencil деген сөз шығады. Pencil. Repeat after me. Қайтала артынан. Pencil. Pencil. Қарындаш деген сөз, қарындаш ағылшынша. Pencil. Сәл-сәл қалам дегенге ұқсайды. Оңай тез жаттап аласың, Және өшіргіш. Бізге өшіргіш өте қажет. Өшіргіш ағылшынша. Rubber. 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 Repeat after me. Артынан қайтала. Rubber. Енді бұны да кішкене түсіндіріп жіберейін, бұның оқылу себебі.
раба дегенде бірінші р дыбысы екенін білесің. R әрпі, бірақ р дыбысын береді. Одан кейін ә дыбысын беріп тұр, иә? А дыбысын берді, кешіріңіз. Ра, одан кейін екі б әрпі болса, оның біреу оқылмай қалады. Сондықтан да ешбір қиналма. Раб деп екі б-ны айтудың түк қажеті жоқ. Тек бір б-ны ғана айтасың. Раба. Соңғысы ә болып оқылады. Я балақай, егер де сөздің соңында и және р әрпі келсе, раба. Ә дыбысын беріп кетеді. И р қосылса, ә дыбысын береді. Сондықтан да бұл раба деп оқылуы сол себеп. Ендігі сен ақырын оқып түсініп жатырсың. Okay, my students, let's sing song. Әндетейік, әдеттегідей, және бұл кезекті әніміз бізде get your pencil деп аталады. Get your pencil. Қаламыңды ал деген әнді айтатын боламыз. Экранға назар аудар. Let's sing. Get your pencil, get your pen, get your book, it's school again. Get your rubber, your school bag too. Get your things and go to school. Get your pencil, get your pen, get your book, it's school again. Get your rubber, your school bag too. Get your things and go to school. Керемет айттың ғой әнді. Бірге билеп отырдың ба? Let's get your pencil деген қарындашыңды ал деген сөз. Ал егер де қаламыңды ал десе, қалай болады ағылшынша? Бағана әнде айтқан болатын. Get your pen. Қарындашты ал десең, get your pencil. Керемет, сен барлығын жаттап алыпсың. Ендігі біз одан әрмен біздің ағылшынымызды дамыта берек. Балақай, сен кішкентай бала болғаннан кейін мультфильм қарағанды жақсы көресің. Сондықтан да мен саған көптеген мультфильмдер дайындап қойдым. Өйткені сен мультфильмді қарай отыра ағылшыныңды одан әрмен дамытасың деген ойдамын. Окей? Ендеше біз қазір тағы да бір видео көрейік. Бұл жерде мектептегі балалардың ағылшынша бір-бірімен қалай сөйлеседі, құрал жабдықтарын қалай айтады ағылшынша, сол бойынша видео көрмекпіз. Экранға тағы да назар сал. Let's watch. What's this? It's a rubber. What's this? It's a book. Hey, wait! Oh dear. Thanks. I'm Walter. And this is Waggy. Көрдің ба? Балақайлар деген не тауып алды? Күшігі, ол өзінің күшігі сөмкесін, яғни бәкті алып кеткенде, оның бәрін жұлмалап, не істеп тастапты? Жыртып тастапты. Және барлық құрал жабдықтары жерге шашылып қалыпты мектепте. Соны балалар тауып алды. Және соның бәрін ағылшынша атады. Ал сен ағылшынша бұл не деп сұрау үшін? Қалай сұрады жаңағы балалар? Есіңде қалды ма? Менімен бірге ендеше қайтала. What's this? What's this?
Бұл не деген сөз? Ал жауабы it's a pen. Қалам болса pen. Қайталашы артынан Кассинен сұрайтын боламын. What's this? Бұл не деген сөз? What's this? It's a pen. Ал ендеше қазір сурет шығады мына экранда. Барлық құрал жабдықтарымыз, бүгінгі өткен. Және соны мен what's this деп сұраймын. Сол кезде сен маған it's a pen. It's деп жауап бер. Окей? Ал ендеше бастаймыз. What's this? It's қалам. Дұрыс айтасың. Келесі, the next. What's this? Yes, you are right. It's a pencil. Okay, the next. What's this? Yes, you are right. It's a bag. What's this? Бұл кітап. Ағылшыншасын біліп тұрсың. Book. It's a book. Және соңғысы. What's this? It's a rubber. Бұл өшіргіш. Бағана айтқан болатын. Rubber дегенде бір б бізде оқылмай қалады. Rubber. Балақай, сонымен бүгінгі сабағымыз біздің тағы да аяқталды. Бүгінгі өткен сөздерімізді жақсылап отырып, жаттап, маған чатқа жаз жібер. This is pen, this is pencil деп, Және ата-анаңа тағы да бір қуантқың келсе, жүгіріп барып мамаңа ағылшынша айт. Mommy, this is pen, and this is pencil, and this is book деп кітабыңды аш та бар білетініңді, бүгін үйренген нәрселеріңді ата-анаңмен бөліс, олар да сен сияқты ағылшынша үйренсін. Okay, goodbye, see you the next lesson. Bye bye.